Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге салқын сусын мұздай малиналы мохитоның рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, және де видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен лимонымыздың сыртқы қабығын жуып аламыз. Содан соң 2-3 тілімдерге бөліп, қалған бөлігінің барлығын қабығын ашып, және де сүйегінен ажыратып 2-3 бөлікке бөлеміз. Содан соң лаймды да дәл солай 2-3 қайтара бөліп аласыздар. Жаңаға дөңгелектеп ал қалған бөлімдерін барлығын, сыртқы қабығын барлығын ашып, оны да лимон сияқты 2-3 бөлікке бөліп алыңыздар. Енді блендерге салатын боламыз. Мятамызды, яғни жалбызды да жуып тазалап саламыз. Содан соң 100 грамм малинаны саласыздар. Және де үстінен 80 граммдай қант саласыз. Енді үстіне спрайт құйсаңыздар да болады. Мен бұл жерде кәдімгі сарыағаш суын қолдандым. Газдалған сарыағаш суы. Блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Ал кувшинімізге жаңағы жалбызымызды, лаймды және де лимондарды салып, осылай дайындап алатын боламыз. Келесі кезекте блендерден өткізілген, яғни біздің сиропымызды сүзгіштің көмегімен, қасықтың көмегімен осылай тек қана сұйық бөлігін ғана аламыз. Қою бөлігі бізге қажет емес. Осылай сүзгіден өткізіп, өзіміз қолдан сироп жасайтын боламыз. Сонымен қатар менің каналымда өте дәмді салқын сусындардың рецептері бар, және де ыстық тағамдардың рецептерін, салаттардың түрлі рецептер таба аласыздар. Сонымен қатар каналымның алға қарай жылжуына өз үлесіңізді қосып, каналыма тіркеліп қойыңыз, және достарыңызбен де бөлісуді ұмытпаңыздар. Осымен біздің сиропымыз дайын болды. Енді осының үстінен салқын сарыағаш суын құятын боламыз. Сарыағаш суы міндетті түрде газдалған болуы қажет. Егер де сарыағашты ұнатпасаңыздар, спрайтпен жасасаңыздар да өте керемет болады. Яғни спрайтты құйсаңыздар дәмді болып шығады. Кішкене араластырып жібересіздер. Сонымен біздің малиналы мохитомыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де видеоның соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Әйгерім.